Бізді көріп отқан көрермендер бұл шоудан мән мағына, тәлім тәрбие, ғылыми көзқарас, интеллектуалды ойындар күтпей қойыңыздар. Себебі бұл қыртыған шоу. Темірлан әртүрлі болады. Сіздердің алдарыңызда бүгін зебра Темірлан. Қыртыған шоу бастаймыз, кет! Ассалаумалейкум, Дәуретжан. Уалейкум ассалам дейсің ғой? Уалейкум. Қалайсың? Жақсы. Иә. Өзің деп айтпайсың ба? Жақсы өзің. Қалайсың? Жақсы өзің. О, рахмет естіріп отырмын. Рахмет көп. Не жаңалық? Тыныш. Үстіңе не киіп алсың? Алтын теңгенің асаулары ұқсабы. Өзің не алсың? Зебра. Зебра туралы анекдот білген жоқ па? Bir күні. Сразу бастайын ба? Давай, кеттік. Bir жігіт. Бір күні ма, жігіт па? Екеуін кейін таңда. Бөлмек сөзім ба? Иә. Иә. Bir жігіт пешоходта кетіп жатса. Мен мына зебраны неге соға жастықтағансың деп айтасың. Мына неге ұстағансың? Жүге. Осы жерде жүгіріп кәбізетін. Алдын ала жүгелі болмай ма? Жоқ. Халықтан не айтасың бірден айтшы. Баған айтам дедім. Құрметті көрермендер, комментарийға мені қолдап, қорғап жазбай ақ қойыңыздар. Темірлан мен мазақтаған маған ұнайды. Мені аяйтындай адам емеспін. Және де мен қолым сығана қылар. Ал өз айтып тұрғанда өз сұрап алды енді. Айтпашы менің бұл көмекшім ашып кеткен айранның амбассадоры. Дәурен. Бүгін бізде қонақта кім деп ойлайсыздар? Мына жерден қатты соққанда нағыл дейміз біз? Қабырғамай. Қабырғамай. Бүгін бізде қонақта Ақболат Өтебаев, Асланбек Ахметов. Назар аудар! Назараудан өзі келіп бірекейін. Енді бәя соткысы бар үші. Калькулятор қостайтын бізде. Не, ескертіп қойып мына шоуда енді бұл дейтін әзіл не айтсақ та яма. Шоудан кейін әлім жетіп көрсетіп бізге сен тілің шығайын деген екен деп. Назараудан мен жетіге екі өсіп етпек, Ладно, мен жалғыз өзім алтауын алармын. Марсынан сабаған не керек оңбай. Әзіл деп қабылдайсыздар, ренжімейсіздер ода? Конечно. Атас келіп бүгін. Алдымен енді үлкен киноға жол тартып жатыр ағаларымыз. Маған назар аудар деген кино жайлы бір сәл бірден айтып кетсеңіз, сәл. Кино 20 ақпан алаң әтетсе. Ойынсыз серьезно. Біздің де аудиторымыз бар енді. Сіз жақында көкейге сұхбат бердіңіз да, содан кейін Аман Тасығанға енді қыртқан шоуға келдіңіз. Жайлап жүріп төмен қара кетіп жатқан жоқсыз. Ертең күн шуақтап жүріп отырмын. Көкейге барып Алматының жастарын киноға шақырдыңыз енді. Аман Тасығанға барып зиялы қауымдарға келдіңіз. Енді қыртқан шоуға келіп, енді 1000 теңгесі жоқ көрермендер болды, қарызға сұрап, аузын шаймай жеп кетіп қалатын. Және де ең көп баратын көрермендер қарапайым адамдар бар ғой, ертең соны шақырып жіберсеңіз өзіңіздің оларыңызға. Барамыз ба? 26 ақпан Алла қаласа барлық Қазақстан кинотеатрларында. Жігіттер, рахмет, шақыртып алғандарыңызға қуаныштымын, қолдаймыз, көргеніме қуанып тұрмын, дым қысылма. Айта бер, ойыңа келген юморды айта бер, қабылдаймыз. Мен ба? Майдасың ба де? Майдасың ба? Мына вообще өртен өді.
жақындан көргенде шоке болып отырсыз. Енді сол көкейге барғанда да, аманға барғанда да бәрі сұрап жатыр. Қанша кетті киноға, қанша кетті дейді. Мен сұрайыншы, қанша қалды сіздерде конкретно? Артық тиын болса мына жерге қойып кетуге болады. Бар. Қалып жатыр, жетіп жатыр шүкір. Иә. Ол кинодан біз не аламыз? Дәурен екеуміз бардық ал, ол кинодан не аламыз? Кока-кола аламыз өзімізге. Попкорн, сосын не береді бізге ол кино? Маған дым бермейсіз саған. Біз енді барамыз серьезно. Біздер сөйлеу керекпіз қазір? Шама келгенше. Сұрақ қандай? Сұрақ Дәурен екеумізге ол кинодан ал барды ал қолыстасып. Сен полный көріп шықтың да, несін версиясын көрдің ба? Мен полный қараған жоқпын әдейі. Бүткесін қарайын специально. Бұлар қараған жоқ. Сіз қарап алдыңыз да? Мен қарап алдым. Киноны ғой. Бәрекелді ағайын. Жақсы. Кинодан бізге рөл таба алмады ма? Бұйырса. Мен ауа болып жақсы ойнаймын. Сосын унитазын қақпа болғанын қатты ойнаймын. Бұйырса. Құлағы ойнаймын. Бұйырса. Құлағы дейді өзінің құлағы естімейді. Амандық болатса, Алла нәсіп етсе, алдағы жобалар болатса, осыдан бір старт алып жатыр ғой, енді фильм форматқа өтіп жатыр. Мне кажется, бір жолымыз болатын сияқты деп ойлап отырық, үміттеніп отыр, және жан-жағымыз бар, тілекшілеріміз бар. И арғай өтіп кетіп жатсақ, без проблем, смело, неге осындай еңбектеніп жатқан Оралдың бір бұрышында кезінде осылай Диди Рекордс райымдардың да өздері ешкім поддержка алмай, өздерімен өздері бір кішкентай студияда жұмыс жасап жүрді да, кейін біразынан мойындалды ғой, енді одан кейін внимание бөліп жатыр да, мына облыс бар, мына акимат, осы жерде айтып кетейінші, мына балдарды осы кезде поддержать ету керек. Ертең бұлар жұлдыз болып атып шыққан кезеңдерде 5 миллион теңгеге де шақыра алмай қаласыңдар. Так что қазір внимание бөліңдер. Ертең бұйырса любой қуаныштарыңда, любой үлкен бір мероприятияларыңда жігіттер жүреді жұлдыз болып. Сол киноға барлықтарыңа шақырамыз. Барасыздар ма? Ертең 23 ақпанда болады. Таңғы 10-нан сол жерде жүреміз. Ішін сыпырып, дайындап сіздерге. Барасың ба, Дәурен, сен? Барам. Дым ойланбай ма? Барам. Қайтасың ба? Қайтам. Киноға шақырып жатырық қой, жаным. Ассалаумағалейкум десе, уалейкум дейді. Еше тыңдамайды қызық. Шақырып жатырық қой киноға мысалы. 18 августта айранады. Неше күнде монтаждайсыңдар жалпы? Бізді неше күнде монтаждайсың? Осы монтаждайсың. Не айтасың? Мына съемканы жылдан бітірейікші, бірақ мен жұмысқа асып жатырмын. Не жұмыс? Мен ана сериалдарды озвучкалаймын ғой. Озвучка? Иә. Дубляж, иә. Иә, дубляж. Қанша болды істеп жатқаныңа? Бүгін бірінші күн. Сен живой көрмеген сақтағанда бар да? Нені озвучка дейсің? Есіктің құлағын. Жаңа қайта тықып тұр ол өзі. Интро бар оның. Қапалақтаңыз да өріңіз. Сұрақтарға көшейік, енді қыртыған шудың болмайтын бір қыртыған сұрақтарына. Егер сүйісуден жарыс болса, жүргізуші жарысты қалай бастайды? сүйісуден жарыс болса ма? Мысалы, қатысып жатсыздар. Мысалы, Дәурен қатысып жатыр. Басты фаворит. Ведущий қалай? Ведущий ма? Құрметті примерно солайша? Олай болсын айт. Қалай айтшы? Қайырлы кеш, ерін сүйер қауым. Көкпарда аттың астында қалып қойған адамға не болады? Не дейді оны? Марқұм дейді. Енді инвалид дейді. Сақ патшайымы Камиле суа, врана, гана, пупа деп не айтқысы келді? Су бар ма деген сөз? Сума, барма, папа деп қатылап қалдым деп. Сума дегенде маған алгөтке керек деген. Фана деген алтын күз деген. Ана фана деген 20-ші ақпан назар аударың кейін.
орынсыз шақыра берсең. Тунаман ағана. Айтшан, енді сіз үлкен адамсыз ғой, сізге салмақты сұрақ қойайын. Қаншаға керек? Салмақты. Магазинде жалғыз қалғанда не жейсіз? Магазинде жалғыз қалғанда не жейсіз? Ондай случай болды ма? Магазинде жалғыз қалып көрдің ба бір? Жалғыз тек моншаға қаламын деп. Жоқ. Болған жоқ. Не жейсің? Случай болып қалып қойғанда. Просто болуға болады андай. Первый очередьта, допустим, үлкен супермаркетте қалып қойдың, не жейсің деп тұр ғой, жауап бергенде қайтамыз енді. Так, онда мен не алып аламын? Батон алып аламын да, сыр аламын да, колбасын кесемін да, бутерброд жасап аламын. Үлкен магазинде ма? Үлкен магазин. Өзің істеп жібер. Өзім істеп аламын. Камушта ғой, камушта. Сен не жейсің ал? Банан. Жауап дайын тұрады. Мынау дейтін аузым мен миының арасында не жоқ? Шаблон ба полный? Бір сым жоқ. Аузына жинақ қояды сөз, соны жерге салады. Алма гүл деуге мүмкін мысалы мен жаңа. Не жейсің десе алма гүл. Жақсы солай болсын. Көк шыққанға бір қуанып, шөп шыққанға бір қуанып, ол не? Ән? Қуаныш ол. Енді ақуат ағамыз енді шыны керек, ақыл көп. Біз сияқты адамдарға бір ақыл айтып жіберсеңіз бір. Қой, не айтамын, білесіңдер ғой? Сөз. Ақылдарың болмаса мына жерде отпайсыңдар ғой сендер. Вообще юмористардың ақылсызы жоқ деп ойлаймын. Юмор ойлап табу ол ақымақ адамның қолынан келмейді. Адамдарды ойлап табу. Сен сонда жаңа мен сөйлеп жатқан кезде үстінен сөйлеймін деп күлдіріп жіберемін деп ойладың ғой, да? Болмай қалды ма? Жоқ, ол солай болу керек еді, бұл сүйрегенге өнбей отыр. Қалайсың десем билеп тұрған. Неше. Жоқ, қызық, лайп мен көргенмін сіздердің бір бағдарламаларыңызда, әдемі. Өзі үш бағдарлама енді. Оның біреуін көрген. Асланбек аға, сізде ақылыңыз бар ғой, неге үнемі ақболат айта береді? Не ақыл ма? Ақыл айтпайсыз. Не айтайын? Тентек болмаңдар. Адам ақыл айтпайды деп кім айтты? Тентек болмаңдар, ішпеңдер. Өліңдер, жүріңдер. Магазинде жалғыз қалмаңдар. Магазинде жалғыз қалмаңдар. Банан жемеңдер. Не айтамын енді? Қыртыған шуда болса қырту керек та, не айтамын? Бақытыңдар. Айтпақшыдыр, айтысып жүрсіздер ғой Инстаграмда. Айтсайық бізді суырып салмаға ақылымыз. Өздеріңе жауап бермеймін мен. Сен бастауын. Ағаларым ағаларым шоуға бүгін келіп қалды. Жас қыздар ағаларды сүйіп қалды. Жақында ағалардың киношы шығар. Құтты болсын ағажан қуанышым. Жоқ қойынды. Құтты болсын ағажан қуанышым дейді. Ақыл болсаң жауап бер. Ұйқасы келіп тұр ғой. Еще деген ән де керек емес бұған, андай музыкасы жоқ. Просто өлең оқып берді ғой. Әңгіме айтып берді. Құтты болсын ағажан қуанышым дейді ме? Рахмет десе. Алла разы болсын. Сен бір бірдеңе шығар, сен тыңдағың келіп тұр. Сосын саған жауап беремін. Жазып берген Біріңе жейді. өзі звондайды как осы шоуда. Шоуда ма? Мен 007 дейді ашып тұратын. Громко говорим, да? Алло? Салмасын бәрі брат? Осындамын, не? Сөзі кәттім бір 5 минутта болам. Хорошо. 5 минутта бітемін бағдарлама? 5 минутта бәрі бітеді ғой. Все хорошо. Бауырымыз тыңдамаймыз да. Ол дейтін бүгін не ойланып отыр. Оны сөйлейтін күні бар, сөйлемейтін күні бар. Бүгін сөйлемейтін күні келіп қалдыңыздар. Қолдары ше, қолдары. Бұл неге сүйрегенге өнбейтін, ол не керек, өзі біледі сосын. Оя, шығап жүру керек па? Орындалсын. Шығап жүру керек дәуренде. Орындалсын, сұраған сұрамысың. Осы жерде өлеңді құрамысың. Олай. Звонда айтқан жоқ па сізге? Бәсе, звоноктан кейін өсіп кетті. Темірлан сөйлейді, сен осылай тұрамысың. Әже, сендер қуасыңдар ма? Құтты болсын өмірлерің қуаныш.
сіздер шынымен де көтеріп жатсыздар ғой ертең үлкен кинодан кейін енді білмеймін живой көреміз ба сіздерді. Мына сіздер жоқ кездеріңізді естеріңізге түсірейін деп біздің жақта осы күні мен Аяз атаға ұқсап батырмын. Мұндай жей аласыздар ма? КВН-дағы ашық кездеріңізді бөліп. Серьезно айтып тұрмын. Мынау не? Батон. Қарындас бір Как раз сен магазинде жалғыз алып қойған жақсы көресің ғой. Магазиннен беріп жіберші жалғыз қалмай. Как раз. Майонез бар. Бисмилля. Ана өзі тақуа. Мына керек па? Сипательный керек қой. Осыма керек сендерге. Мен майонез көп жемеймін. Өйткені мен байбақтымын. Мынаған реклама болып кетті ғой мынаған. Байбақты бар ма араларыңызда? I love you нағашы. Ана рекламанда олар біздің реклама мұқтаж емес қой бізге. Қожа бар ма, қожа? Қожа ешкім жоқ па? Сізді қосып кеттіңіз ба? Байбақтар, нағашылар, қожалар өзіру. Мына бір ауданда көрсетпейді, Қазақстанға шығады, ру туралы айтпайықшы. Адайлар бар ма? Адайлар бар ма? Адайлар? Адай жоқ па? Ауысты. Адай жоқ? Мына ішіпті ғой. Әуренішті жаңа. Иштейтіндей адамдар бар ғой, жаманшын. Магазинде жалғыз қалмаңызсыз. Маған қарама айта берсеңіз бірдеңе. Ой, ішкенін көру керек қой. Біреу жегістік қойып отыра бермейді. Давай. Қалай ал? Мастер-класс. Машина ішуден ба? Артынан ішіп жүрген. Шегеме тесіп ба. Жақсы екен. Газированный екен де қана. Мынан кейін ішпеймін десейші. Асланбек аға сіз дейтін ана мықты қимылдар істейсіздер ғой. Венчун, кунг-фу. Соны істеп бересіз. Дәурен сіздің фанатыңыз не істейсіз? Кімге істейін? Соны істеу жол дейтін. Кімге істейін? Кімді талдырайын? Ауаға ғой, ауаға. Қасына көреді, иә. Давай. Не болды саған, ояншы. Ананы үшін істеген соң тек. Давай. Салса шапайық. Не істейсің? Соңғы вальс. Ей, түй, қалай істейін? Қалай мені? Оны сіз біреме үйрететтен шығып тұр ғой. Қалай, ұнады ма? Нормально дейді. Бізде келесі Айдар Ернарде. ондай болды уже. Бақыстанда мен. Анекдот айтады, Дәуреннен анекдот. Ол енді ұзақ болады. Оны өте біртүрлі болады. Бір күні бір қыз үйіне жігітін алып келген ғой. Жігітін алып келген сосын қызы жігітінен Жамшын отыр, мен магазинге барып келейін деген ғой. Сосын жігіті жақсы деген. Қызы магазинге кетіп қалған ғой. Сөйтіп ана жігіт іші ауырып, әжетхана таба алмай. Сосын үйді ақтарып қараса, залда бір ит жатыр дейді. Ой, иттен көреді ғой деп бұрышқа жасаған ғой. Не істеген дейді? Бұртқа жасаған. Мен айта алмаймын оны. Сосын деген бұрышқа жасалған. Шыны кенде тілі алға шығып кетті просто. Сосын қыз магазиннен келсе, жігіт айтады дейді. Яна залда ит па бірдеңе жатыр ғой. Залға бұрышқа шығып қойған ғой деп. Қуасың ба, оны жігіт қой дейді. Мен ескерттім. Ары қарай. Бір күні бір хатыда вечер отқан ғой. Хата деген сөзді білесің бе сен? Қай хаты? Кәм хаты. Иә. Кәм бір хатыда вечер отқан ғой. Кәмгі хаты деген адрес бар ма? Қай хаты? Давай. Еріп қалды өзі де кәтсін. Арыстан арақ шөткен ғой. Арыстан хаты да? Еще арақ?
арақ қой арақ. Иә. Жаңа арақ бітіп қалып жаңа Тасбақаны шақырып алған ғой. Мына келші, мен магазинге алып келші, мен арағым бітіп қалды деген ғой. Жақсы дейді. Тасбақа жақсы деген ба? Ана тасбақа сөйлейтін ғой. Давай. Күн батады, таң атады, Тасбақа әлі жоқ. Күн батады. Дерсқал айтып тұрғаншы немен. Давай. Бір кезде есік ашылады. Тасбақа келдің бәтсе? Жоқ, мен енді баратырмын. Келесі. Бір күні Звондап отырсың, аламын. бір күні не болған ғой? Бәрі бір күні болып отыр ма шүйде? Бір күні болды. Иә, давай. Бір күні 3 күн өтіп кетті, бір күн. Бір күні қырғыз, орыс, қазақ үшеуі. Қырғыз? Қырғыз. Ондай болып тұр ма? Завоза. Үшеуі құмды жерде жатқанда адасып қалған ғой. Құмды жер? Құмды жерде адасып қалған ғой. Жетіп шөлеп, су ішкісі келіп кетқан ғой. Сөйтіп қараса, жолдан бір құмыра тауып алған ғой. Сол құмыраны үйкеліп қалса, ішінен бір жин шыққан ғой. Жин айтады, мен сендердің бір өрден үш тілектерін орындайын дейді. Бір өрден? Жақсы дейді. Қырғыз барады да, мен қарным ашты, мен үйге жүрші дейді. Жақсы дейді, үйіне жібереді. Сосын орыс барады да, сосын мен де үйге жүресің ба, мен шөлдеп бардым, мен отбасым сағындым дейді. Жақсы дейді, орысты да үйіне жібереді. Сосын қазақ қалады. Қазақ сен қалдың, бір тілегің қалды, айт деген ғой. Бір тректі. Бір трек болса. Кемірдіме кепті, давай. Бір тілек қалды деген ғой. Айта қой деген ғой. Қазақ айтады дейді, өзің надай ұшып кетті, ана екеуін қайта жеш дейді. Бір жиын деп неге айтпадың? Оны сахараға барып адастырма. Кетші бар дәулем. Өз сұрақ, шын ғашықтар қосылмайды, кім шығарған осындайды айтшы. Қуандық рахмет. Статусқа ұзақ видео салатындарды кімдер дейміз? Ұзақ мән. 65-тер дейміз. Жақсы. Жаңа айдан деген. Қазақтың қымбат ой өрнегін киетін асабалардың әзілдері неге арзан? Кезінде мұғалімдердің білімі көп болып, жалақылары аз болды. Ал қазір мұғалімдердің жалақылары жоғары, ал білімдері неге төмен? Айдар атын қоя алмадық. Жақсы аттар болды, бірақ деген бізге дәл сияқты. Біздің шоуда соңғы Айдар жаңадан шықты осында. Әр адам келіп өзінің басынан өткен өте бір қыртыған, дым қысым сәмбеттеу керек. Ше пайда жоқ, айтқанда да оны. Асаға сен. Өзің бір. Мен отыр осындай әңгіме айта ма бұлар дейтін керек. Бір күні деп бастайын ба. Қой алып жүрмін ауылда, мектепте оқып жүрген кезде 40 градус. Бізде Сайқындар жақта, Вашақта су терек дейтін жоқ қой аяқта. 40 градус ыстық. Шөл дала емес па? Шөл дала, иә. Қырғыз қазақтарды көргендесіз ба? Ондай мәне. Салқын сусын. В общем, короче, сол жақта қой бағып жүрдім. Түскі сағат 4. Мама олса ауылсы ісімен родной ғой. Вәли беріп қой едім қазір. Алло? Шықтыңдар ма? Сондасыңдар ма? Мына разговорымыз ертең бүткіл передача Қазақстан білет берсе. Передачада отырмын, передачада. Айтайыр, ақыр алдық қой. Шықтың ба сен? Шығайын деп отырмын, сол 5 минутқа. Барайсыз ба десем? Енді күтіп отыр болса енді кімдер? Сіздер бардыңыздар ма, кірдіңіздер ма? Жоқ, біздер ертең қонақтан шығып енді келдік. Саған жібердік қой машинаны, солай бара бердім деп. Болды, иә, келді ғой, келіп тұр, күтіп тұр, қазір шығам. Иә. Жақсы, давайте, удачи. Шыққасын соқшы маған. Обязательно. Қайда батысты? Маманым деген неге алып баратқам. Құдағайлар бар, бір жерге отырамыз деген, сол жерге отыр. Ана
школда бір шөлдала айдала еріп қалдым айтуға. айтып жүресіз. Қатты шөлдеген бар еді сол кезде. Ауылға қайтайын ба әлдер қойып тастап кете берейін ба деп. Сосын до конца дедім де. Сөйтсем Қойып тастап кетпей. Жоқ. Үйге келдім. Күн басына өтіп кеткен, ішіне өтіп кеткен. Ауырып қалдым. Болды. Жақсы ма? Нормально, жақсы. Осы қандасыз. Сен мынау мен бірдей ма? Сен енді түсіндім. Бүткенсің ғой. Шын айтам, өтір айтам. Қатты кетесің ғой. Өтір айтады. Аға кет. Давай. Сіздің қыртыған әңгімеңіз. Мен қыртыған не айтамын? Бірақ ондай нәрсемен айналыспайсыз. Жоқ, айналыспай. Қыртыған дегенде, давай бір тауып алайық. Не сен үшін қыртыған деген әңгіме қандай мысалға? Мән жоқ, мағына жоқ. Ол бәрінде мән мағына бар ғой. Бәрі мысалы мынаның жаңағы әңгімесінде де шөлдеп күннің астында жаңағыдай нетіп қалған. Мағына тауып алсаңыз айырасыз. Ауырып қалған күнге көп жүруге болмайды деген мағына бар. Бәрінде мағына бар ма дәді? Даже мына сендердің передачаларында мағына бар даже. Мысалы сен үшін қыртыған әңгіме деген не мысалы? Қыртыған әңгіме деген әуренің өмірі ғой маған. Ауыр. Сендер ауыр жүдеді екенсің. Ренжіген жоқсың жаңағы қазір. Саған ұнай ма? Рахаттанады ол дейтін. Да? Екеуің доссыңдар ма или қалай? Дос ғой. Інімсің ғой құмаш. Қай жылсың сен? Үлкен ғой мен енді. Бірақ былай үшін... Ол жылын айтпайды. Айтшы ал. Сен жылын ба кім? Сен. Любой адам жылын айтшы. Мен өзімдікі 2000. 2000 сен? 96. 96. Доссыңдар да? Құмай. Махаббат жас қарамайды да. Жоқ, достық болады ғой. Неге? Мен 10 жас кіші достарым да бар, үлкен де достарым да бар. Іші руханиятқа байланысты ғой. Былай деңгейлі Ішін білем ғой бұны просто. Руханият дейтін, саржай болып отыр. Шылымда тек руханият жақ. Үйдегілер әңгіме етпей ме бұған? Жоқ. Үйдегілер жоқ. Көре ме бағдарламаны? Бірақ мен көрдім лично өз басымда. Көрдім. Мен көрдім, Абибас болып шыққан ойындарымды көргем. Сен халық ұнатып тұр, жақсы көріп тұр, осы болмысың мен. Осыны воспользуйся, осымен өсіп өніп, үлкен табыстарға кеңеліп, айналаңа жақсылық жасау бұйырсын саған. Налып тұрсың десе түсінбейді. Мысалға, вообще типаж деген, осындай типаждар негізі біреулер әдейі істейтін айгірді. Біреулер андай, біреу осыны зерттеп жасайды. Мысалы, Қанат Әлжапаров деген тоже халықтың алдында бір басқаша сахнада жүрмеу керек адам сияқты болып шықты да бір кездері. Қазір үлкен жұлдызға айналды ғой ол да. Сол сияқты сен де определенный период өзің осы қабілетіңді, осы қызық адамдардың бәрі сен қызық көріп тұр, соны дұрыс монетизировать етсең, сенен артық ведущий болмайды бұйырса ертең. Бұған монетизировать түсіну керек қой. Сен оны өзің түсінбей жатқан сияқты. Міне түсірдірейді дедің ғой. Ол шампун бес пе? Қыртыған әңгіме не болды? Неге біздің айтқан тыңдамайды? Кешірім сұраймын просто. Мен деген анама уәде беріп қойып едім, енді үлкен... Біреуде анаңызды айтқан жоқпыз. Оның алдында 0,7-ні айттым. Сол ситуация маған келіп тұрған көлік қой. Мұнда тұрмаймын ғой. Өзім көлігім мұнда емес. Мұнда тұрмаймын. Сол маған айтқан тыңдамай кете берістер ме сонда? Қыртыған әңгіме 1-2 секундтық. Алтаңнан ояндым болды. Бір күн дайынсыз болыпты, екінші күн қайтыс болыпты. Дәурен есті айтатын ғой. Біздің шоу сонымен соңына келіп, Ақболат ағамыз анасына барып келсін, сосын жалғастырамыз. Бізбен бірге болған назар аудар Асылымбек, Ақболат, рахмет сіздерге. Қашан көттің ба?